Баршаңызға қайырлы күн достар. Мінекей осындай қатпарлы самсаны, қытырлап тұрған самсаны қалай дайындалғанын білгіңіз келсе, видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Бұл дүкеннің самсасынан да өте дәмді болып шығады. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Барлық құрамын описаниенің астына жаздым, ал енді қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге ұн, тұз және салқын су және 2 ас қасық сүт керек. Осылай етіп барлығын қамырын араластырып, осылай етіп қамыр илейміз. Осындай дайын күйінде жарты сағатқа қойып қоямыз. Содан кейін салмасын дайындаймыз. Салмасы өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, мен картоптан істедім, немесе фарштан істеуге болады. Осы кезде мен картопты пісіруге қойған кезде жаймасын барлығын жайдым. Міндетті түрде жұқалап, өте үзілмейтіндей және өте қатты жұқа болмау керек. 1-2 сантиметр қалыңдықта болу керек осындай. Барлығын жайып болғаннан кейін майымызды ертіп үстіне жағамыз. Менде мұнда қаймақ, үйдің қаймағы, ашыған қаймақ, соны мен барлығын ертіп жайдым. Негізінде 72-5% және 82% майды қолдануға болады. Егер ондай май болмаған жағдайда үйдегі қаймақты немесе ашыған қаймақты қолдануға болады. Ашымаған қаймақ болса да 1 кәсе қаймақты алып, бөлек ыдысқа, темір ыдысқа салып, газге қоятындай ыдысқа салып, және 1 тамшы уксус қоссаңыздар, ол ашиды. Сол кезде соны газден ертіп, осылай үстіне жақсаңыздар, бұл 72%, 82% майдан да өте жақсы болып шығады. Сондықтан қаймақты қолдануға кеңес беремін. Және осылай барлығын орап, рулет құсатып, осылай етіп үйкелейміз. Мінекей осылай орадық. Енді целлофанға салып, бұны морозильникке жарты сағатқа қоямыз. Осы кезде біз салмамызды дайындаймыз. Салмамызға мінекей мен картоптың барлығын пісіріп, пюре етіп, езіп, оған 1 пиязымызды және тұзымызбен бұрышымызды қосып, барлығын араластырдық. Біздің салмамыз дайын. Және жарты сағаттан кейін морозильниктен алып, осылай бірнеше бөлшектерге бөліп, самсаны ортасынан осылай басып, мінекей дөңгелек пішіндес қылып самсаны жасаймыз. Оны әркім өздеріңіздің қалауларынша 3 бұрышты қылып немесе сопақша қылып жасауға болады. Мен барлығын 3 бұрышты самса тәріздес етіп жасадым. Немесе ай тәріздес етіп жасауға болады. Мінекей барлығы жасалынып болды. Енді үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз және 180 градуста қызбаған пеште қоямыз. Міне осы салғаннан кейін барып газымызды жағамыз. Қызбай тұрған пеште 180 градуста 40 минуттай пісіреміз. Сол кезде барлығы көтеріліп, бізде осындай әдемі болып пісіп шығады. Барлығы көтерілген, асты, үсті бәрі піскен және қытырлап тұр самсамыз. Сондықтан мен үй жағдайында қаймақты қолдануға кеңес беремін. Мінекей барлығы осындай қытырлақ болып піскен, өте дәмді болып піскен, сөзбен жеткізе алмаймын тіпті. Сондықтан жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Әлі де көптеген рецепттер болады.